Жоғары сот кеңесі жанындағы сот төрелігі академиясында профессор оқытушылар құрамының бос лауазымдарын толықтыру жөніндегі конкурстық комиссияның отырысы өтті. Комиссия құрамына жоғарғы сот кеңесінің мүшелері және оның аппаратының өкілдері, жетекші ғалымдар мен тәжірибелі заңгерлер кірді. Конкурс академияның ғылыми білім беру орталықтарындағы доцент пен профессор лауазымдарына мемлекеттік, азаматтық және қылмыстық құқық бойынша 3 негізгі бағытта өткізілді. Үміткерлерге қойылатын біліктілік талаптары жоғары, тиісті заңгерлік білімі мен ғылыми дәрежесінің болуы, педагогикалық қызмет тәжірибесі, ғылыми еңбектер қоры, іргелі және қолданбалы зерттеулерге қатысуы. Конкурсқа жоғары деңгейдегі үміткерлер қатысып, олардың әрқайсысы кәсіби біліктілігі мен ғылыми әлеуетін көрсете білді. Әңгімелесу және жасырын дауыс беру қорытындысы бойынша комиссия жеңімпаздарды анықтады. Қабылданған шешім сот төрелігі академиясын профессор оқытушылар құрамын еліміздің болашақ судьялар корпусының даярлауға және оқытуға елеулі үлес қоса алатын білікті мамандармен толықтыруға мүмкіндік береді. Академияның кадрлық қабілетін одан әрі күшейту жұмысы жалғасын табатын болады.